Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишова. Өткен аптадан бері жаңалықтар көп. Олардың ең бастысына тоқтала өтейік. Олардың ішінде әрине Қазақстанда реформалар жөніндегі жоғарғы кеңес құрылғандығы туралы жаңалық, және тағы да бірнеше жаңа мемлекеттік ұйымдар мен олардың жаңа ескі басшылары. Одан басқа митингілер туралы заң күшіне енген соң биліктің келісімімен алғашқы митинг өтті. Оны азаматтық белсенді Жанболат Мамай жетекшілік ететін тіркелмеген демократиялық партия белсенділері ұйымдастырды. Онда билік отставкасы талап етіліп, шетелдіктерге жерді жалға бермеу, түрмеде отырған Арон Атабек пен Макс Боқаевтың бостандық беру секілді плакаттар болды. Бүгінгі шығарылымда билік рұқсат берген алғашқы митинг туралы және ел арасында жалған ақпарат таратып, дезинфекция жасап жүрген адамдарға көш көрсетуге шақырған Қуат Хамитовтың ісі мен Фейсбуктегі посты үшін 3 жылға бас бостандығы шектелген Ильяшевтің ісі туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймыз. Рахмет, кеттік. Сонымен президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шешімімен Қазақстан Республикасының президенті жанындағы реформалар жөніндегі жоғары кеңес құрылады деп хабарлады Ақорда. Бір қызығы оның төрағасы Тоқаевтың өзі, ал орынбасары сэр Сума Чакрабарти. Ол кім деп сұрасаңыз, Еуропалық реконструкция банкісінің бұрынғы басшысы. Жалпы орталық Азия елдеріне зейнетке шыққан шетелдік сарапшылар келгенді жақсы көретінін білеміз. Назарбаевтың бұрынғы Ұлыбритания премьер-министрі Тони Блэрді 7,7 миллион доллар жалақыға кеңесші болуға шақырғаны есімізде. Одан бері біздің елдің жағдайы Англиядағы деңгейге жетпек түгілі. Бұрынғыдан нашарлағанын ескерсек, Блэр мырза айтарлықтай кеңес бермеді-ау Назарбаевқа. Әлде оны тыңдайтын құлақ болмады ма? Бір қызығы, Сума Чакрабарти кеше сол кеңесте Тоқаевтың орынбасары болып тағайындалса, бүгін Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзоевтің де кеңесшісі болып тағайындалды деген жаңалық шықты. Сөйтіп, екі биліктен де жалақы алатын болды. Жалпы тек бір жылда бізде ұлттық сенім кеңесі, реформалар жөніндегі жоғарғы кеңес және онымен қоймай реформалар жөніндегі жоғарғы агенттік дегенде құрылатын болды. Әйтеуір кеңестер мен агенттіктер таусылмайды. Кеңеске Тоқаевтан басқа Мамин, Келімбетов, Досаев, Күлібаев деген 20-30 жылдан бері елді басқарып келе жатқан баяғы шалдар кірді. Досым Сатпаев айтқандай, бұлардың барлығы осы жылдар бойы. Осы тиімсіз олигархиялық жүйені құрғандар, ал енді дәл солар қалай реформа жасамақшы. Келімбетов демекші, Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы дәл сол адам болып тағайындалатын болды. Оның кім екенін ұмытып қалсаңыз, түсіріп жіберейін. 2014 жылы девальвация кезінде Қайрат Келімбетов ұлттық банк басшысы болған. Девальвация болған күні журналистерді жинап, мен мысалы оны кеше түнде естідім деп жағамызды ұстатқан болатын. Енді сол Келімбетов сол жаңа агенттікті басқармақшы. Келімбетов туралы тағы бір қызығы, ол 1999 жылы дәл солай деп аталатын агенттікті басқарып, кейін жабылғасын жұмысынан шыққан. Не деген суға батпайтын адамдар. Одан басқа кеше 2020 жылда билік рұқсат берген алғашқы митинг өтті. Осы жылы Қазақстанда бейбіт жиналыстар туралы заң күшіне енген болатын. Бұны билік халықаралық талаптарға сай десе, құқық қорғаушылар мұнымен мүлдем келіспейді. Жалпы митингіге билік бекіткен жерде шығу митингтің негізгі идеясына қарсы. Бейбіт шеру үшін мемлекеттің уақытын, өтетін орнын бекіткенін дұрыс емес деп санаймын. Себебі халық кез келген жерде, кез келген лозунгпен өз пікірін айтуға, бейбіт шеруге шығуға құқылы. Кешегі митинг демократиялық партия жетекшісі Жанболат Мамайдың сөз сөйлеуімен басталды. Неге бізге билікті сынауға болмайды? Халықтың талабын орындай алмаса, кетсін. Халықтың мұң-мұқтажына құлақ аспаса, Тоқаев пен Назарбаевтың отставкасын талап етіп митингіге шығамыз. Митинг Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы алаңда сағат 11-ден 2-ге дейін өтті. Полицейлер мен журналистер әкімдік өкілдерін есептемегенде 200-ге жуық адам қатысты.
Олар түрлі тақырып көтерді. Шетелдіктерге жер сатылмасын және жалға берілмесін, несие кешіріліп, халыққа нақты көмек көрсетілсін және саяси тұтқындарға бостандық берілсін деп ұрандатты. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чжан Сяоның да қызметіне «Чжан Сяо, сен елшісің бе, жаушысың ба?» деп плакатта кездесті. Одан бөлек Тоқаев керең болма, 100 мың адамның талабына құлақ ас деген жазумен де плакат шықты. Бұл жазу Демпартияның осыған дейін Ақордаға несиені кешіру туралы жазған оңдаған мың арызды білдірсе керек. Митинг барысында әкімдіктің ресми өкілі Алматы қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары Айдар Есенбеков шықты. Ол әдеттегінше әкімдік өз тарапынан митинг өткізуге қажетті жағдайдың бәрін жасады деді. Ұйымдастырушылар әлеуметтік қашықтық ұстанып, митингінің белгіленген тақырыбынан ауытқымау керектігі ескертілді. Олар бірқатар ережені бұзды, белгіленген тақырыптан ауытқып кетті. Митинг тақырыбына сай келмейтін плакаттар кездесті. Оның үстіне әлеуметтік қашықтық ұстану талабы сақталып жатқан жоқ. Оларға ресми ескерту жасадық. Жалпы бейбіт жиналыстар туралы заң өзгерді дегенімен митингіге шығушыларға көп мүмкіндік берілмейді. Бұл заң өзі не үшін қабылданды деген сұраққа жауап іздедім. Ол туралы құқық қорғаушы Роман Реймер Маса медиаға жазған материалында былай депті. Біріккен ұлттар ұйымының бейбіт жиналыстар жөніндегі арнайы баяндамашысынан басқа Қазақстан билігіне беделді халықаралық құқық қорғау ұйымдары өз көмегін кеңесін ұсынған еді. Олардың мақсаты халықаралық стандарттарға сай емес заңның күшіне енбеуін алдын алу. Заң айқай-шу, төтенше жағдай карантин елдің азаматтық қоғамы мен халықаралық ұйымдардың сынына қарамастан қабылданды. Біздің биліктің оған қайшы кез келген ой пікірді елдегі тұрақсыздыққа апарады деп санауы таңғалдырады. Заңның шын мәніндегі негізі бейбіт жиналыстарды тек тыңшылар, экстремистер, революционерлер мен ұрысқа адамдар ұйымдастырады деген берік сенім. Кез келген бастамамен азаматтардың өз конституциялық құқығын пайдалану әрекетінен құты қашқан биліктің олардан құтылғысы келуі тыңдайтын емес, тек еститін мемлекеттегі өмірдің метафорасына айналды. Одан басқа ел ішінде жалған ақпарат таратқанымен қоймай, күш көрсетіп, адамдарды ұрып соғып, атуға шақырып жүрген Қуат Хамитов туралы айтқым келеді. Желіде дезинфекция жасап жүрген адамдарды ұрып соғыңдар, вертолет көрсеңдер, атыңдар деген мазмұндағы видеосы тарап кетті. Друзья, всем салам алейкум. Буквально вчера люди снова начали заниматься дезинфекцией, начали травить народ, поэтому я всех прошу, тех людей, которые увидят этих людей на улице, прям избивайте их, избивайте, бейте камнями, палками, чтобы люди перестали травить народ. А те, кто увидит вертолеты, которые летают и распространяют это, у кого дома есть автоматы, прям стреляйте по ним. Мы как на войне, если мы остановим одних людей, то мы спасем тысячи. Поэтому я прошу, чтобы каждый делал все возможное, чтобы вирус снова не появился и снова они не начали травить народ. Вперед! Видеодан кейін бірнеше сағат өткесін спортшыны полиция бөлімшесіне жеткізді. Оның жалынды сөзі зорлық-зомбылыққа шақыру ретінде қарастырылды. Демек, Хамитовтың қамалуы мүмкін. Бүгін Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділда Ораз оның ісіне қатысты пікір білдірді. Мен спортшы Қуат Хамитовтың видеосына қатысты пікір білдіргім келеді. Ол өзінің әлеуметтік желілерінің біріндегі парақшасында зорлық-зомбылыққа шақырған үндеу жазып жариялады. Бұл тікелей заң бұзушылық және қылмыстық құқық бұзушылық болып табылады. Ішкі істер министрлігі азаматтарды жалған ақпарат таратпауға шақырады, тек мемлекеттік органдардың ресми мәліметіне сену керек. Заңды бұзған жағдайда көзделген әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік туралы есте сақтау керек. Хамитовтың осы уақытқа дейін ешқандай фактілерге сүйенбей айтқан сөздері мен осы жолғы жалынды сөзі негізсіз. Қанша жерден мемлекетке өшім болса да, дезинфекциялап жүрген қарапайым адамдарды соққыға жығу, ату дұрыс емес деп санаймын. Елдегі блогерлердің өз қате ойларын, білімсіздігін халықтың миына сіңдіруі әрине дұрыс емес. Билікті ақтап алмаймын, алайда мемлекетте вирус туралы нақты ақпарат тарататын сенімді дерек көздердің жетіспеуі мәселесі де бар. Олар беру керек ақпарат тапшылығынан болар. Олардың орнына осылай блогерлер, тағы басқалар
фейк таратуда. Екі ортада бұл фейк ақпараттардың салдарынан халықтың ойы сан тарапқа кетті. Бір сәт ойланыңыз. Үкімет вертолеттерден вирусты шашып қайтеді. Олардың да Қазақстанда тұратын отбасы, туған туысы, достары болғандықтан бұл нәрсеге бармасы анық. Дегенмен дезинфекторларды атыңдар деп шақырған Хамитов кешірім сұрап, видеоны қалжың үшін түсірдім деген видеосы шықты. Ассалаумалейкум, қазақстандықтар. Бүгінгі дезинфекция туралы тарап кеткен видеоға қатысты ол видео қалжың ретінде түсірілген видео. Мен ешкімді жаппай көтеріліске шақырмаймын. Ондай әрекет істеуге ешкімді шақырмаймын, және ондай әрекет істемеңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ең түсініксізі осынша өтірік пен жалған ақпарат таратқан Хамитовты босатып жатқанда азаматтық белсенді Әлнұр Ильяшевтің ісі әлі жалғасуда. Естеріңізге салсам, оның Facebook парақшасындағы ешкімді ренжітпейтін, халықтың бәрі жазып жүрген постына билік келіп қалды. Билік демекші Нұр Отан. Ол мысалы бір постында коронавируспен күреске Нұр Отан аз ақша бөлді деп жазған болатын. Олардың айтуынша Ильяшев постында тәртіпсіздікке шақырып, көрінеу жалған ақпарат таратқан. Негізінде барлық адам жазып жүрген тақырыпты көтерген үшін Ильяшевтің бас бостандығын 3 жыл шектеу жазасын беруі дұрыс емес әрине. Әрі 5 жыл бойына қоғамдық саяси істерге араласуын тоқтатсын деген сот шешімі адам құқығының бұзылушылығы. Биліктің килігуіне себеп Әлнұрдың саяси белсенділігі әрине. Әрі олар айтқандай, Ильяшевтің посттарында ешқандай жалған ақпарат жоқ, ешкімді тәртіпсіздікке шақырып тұрған жоқ. Оның әр әрекеті заң шеңберінде жасалып келеді. Ол үшін заңдылық принцип. Оған мысал, Әлнұр митинг өткізуге рұқсатты 36 рет өтініш жазғанда ғана алды. Егер ол заңға пысқыра қараса, биліктің келісімінсіз-ақ митинг өткізе берер еді. Сот шешімін апелляцияға беріп, ол өтініш кері қайтарылды. Бүгін ол істі Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы адам құқығын қорғау комитетіне жеткізгісі келетінін айтты. Оның ісі көптеген халықаралық ұйымды қызықтырды. Мысалға, Клуни қоры осы іс бойынша адам құқығы бірнеше рет бұзылғанын келтіріп, қорытындылады. Менің ойымша, оның постындағы кезілген сыни пост шындыққа сай келсе, ешкімге де кесірі жоқ. Керісінше елдің дамуына алып келеді. Елдегі жағдай туралы менің пікірім міне осындай, ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналымызға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.